Жақсы саламатсыздар ма? Олай болса, бұл тарихи Рашиди каналы және бүгін біз өтетін тақырып батыс түрік қағанаты 603 және 104 жылдар және шығыс түрік қағанаты 682-744 жылдар. Бүгін біз танысамыз батыс түркілер неліктен өз мемлекетін құрғанымен, батыс және шығыс түрік қағанаттарының даму ерекшеліктері мен ұқсастықтары және олардың айырмашылықтары неде? Ябу, Шат, Елтебер, Тархан, Бұйрық, Қарабұдын, Тат ұғымдары нені білдіреді? Ерте түрік қағанатының сыртқы саясатын және оның негізгі бағыттарын анықтаймыз. Ұлы дала ұғымымен танысамыз. Батыс түрік қағанатының құлдырауы негізінде жаңа түркі мемлекеттері қалыптасты. Осы мемлекеттердің шеңберінде ұлы далада көне түркі халықтары, яғни одан әрі қарай дамып, айналасындағы тайпаларға өз әсерлерін, ықпалдарын жүргізе бастайды. Ұлы дала ежелден қалыптасқан ұғым негізі. Ұлы далаға енді не кіреді десек, ол Алтайдан Қара теңізге дейінгі аймақтың барлығын біз ұлы дала деп атаймыз. Оның негізін енді білесіңдер өздерің, Алтайдан Қара теңізге дейінгі жерде негізгі жерлері осы біздің Қазақстанның, қазақтың жері. Ұлы даланы мекендеген түркілер кезінде жаңағы қуатты мемлекеттер құрған. Соның бірі біз ана сабақта өтіп кеткен түрік қағанаты болатын. Енді бүгін батыс түрік қағанаты туралы айтамыз. Батыс түрік қағанатының қалыптасуына тоқталатын болсақ, батыс түркілердің өз мемлекетін құруының негізгі саяси себебі ол қаған әулеттерінің дербес билікке ұмтылуында болды. Ана сабақта біз айтып кеттік, жаңағы Қытайдың дипломатиялық араласуының кесірінен жаңағы таққа талас басталып, мемлекеттер жаңағы билікке талас басталып, екіге бөлінген болады. Ал енді экономикалық себебі ол әр өлкенің шаруашылық ерекшелігінен туындады. Енді оған тоқталып кетейік. Халқы және мемлекеттік құрылымына тоқталатын болсақ, батыс түрік қағанатында түркілер ол негізі халықтың аз бөлігін құрайды. Осыған байланысты түркілер жергілікті халықпен араласады, жойылады немесе ығыстырылып кетуі жаңағы әбден мүмкін болды. Бірақ бұлай тарихта бұлай болған жоқ. Жағдай басқаша сипатта өрбиді. Жаулап алынған көшпелілер де, сондай-ақ Жетісудан Қара теңізге дейінгі отырықшы тұрғындар да, солардың барлығы осы түркілерге бағынады. Сөйтіп, жаңағы түркілер үлкен үстемдікке, үлкен билікке ие болады. Енді батыс түрік қағанатында халық 10 оқ тайпа дейтін, немесе 10 оқ елі бірігеді. Әр оқ, яғни әр тайпа десе де болады. Тайпа бір түмен қолбасы бастырған 10 мың әскерді шығара алатын болды, және әр оқтың өз әскери жалауы болды. Жаңағы әр тайпада, әр оқта мысалға 10 мың әскерден, демек жалпы алатын болсақ, 10-ды 10-ға өйткенде бізде 100 мың әскер аламыз. Мысалға Қытайдың деректерінің бірінде ештемей қаған туралы 100 мыңдық әскері бар 10 тайпа қағаны деп атаған. Келесі бір тарихшы Лев Гумилевтің зерттеуінше, ештемей қаған өлгеннен кейін билікке Тардуш деген қаған келген, немесе Дато деп атайды, Дато қаған дейді оны. Оның тұсында батыс түрік қағанаты түпкілікті жеке мемлекетке айналған. Әрі қарай қағанаттың әкімшілік құрылымы. Қағанаттың негізі жаңа айтып кеткенде Қаратау тауларынан Жоңғарияға дейінгі жерлерді алып жатты. Батыс түрік қағанаты шығысында Алтай тауынан, солтүстік батысында Каспий теңізіне дейінгі аумақты өзіне қаратады. Тардуш қаған кезінде батыс түрік қағанаты әбден күшейеді. Дулу және Нушиби қағанаттың үстем тайпалары болады. Қағанатта қаған ұлы әмірші, әрі билеуші, әскери қолбасшы және барлық жердің иесі мен киесі саналады. Оны да айтып кеттік. Қағанаттың аумақтық өзегі Жетісуда болды. Жетісуда негізгі астана болды. Себебі мұнда барлық керуен жолдары болды, бай қалалар болды. Осы жерде бүкіл сауда жүрді.
қауіпсіз аумақ болды, және бұл жер жергілікті тайпалармен тұрақты қарым-қатынас орнатуға да ыңғайлы болды. Енді әкімшілік құрылымына келетін болсақ, қағанатта ябғу, шат және елтебер сияқты жоғары лауазымы бар қаған әулетінен шыққан адамдар басқарды, ал сот қызметін бұйрықтар мен тархандар атты лауазымдағы жаңағы адамдар басқаратын болды. Ары қарай сыртқы және ішкі саясатына келетін болсақ, түрік қағандары жаулап алған жерлерден бұрыннан қалыптасқан тәртіпті өзгерткен жоқ. Түркілер билігін бекітіп, салық алумен шектеледі. Тек батыс түрік қағанаты мысалға 7 ғасырдың бірінші жартысында шегу және тон ябғу немесе тон жабғу қағандар тұсында әсіресе күшейді. Бұл кезеңдегі әскери жорықтар барысында қағанаттың аумағы ұлғайып, экономикасы дами түседі. Қағанның қысқы ордасы Шу өзені алқабындағы ірі сауда, қолөнер орталығы Суяб қаласында болса, жазғы ордасы Испиджаб қаласының маңындағы Мыңбұлақ дейтін жерде, қазіргі Түркістан қаласының маңы ол деген орналасты. Тон ябғуға тоқталатын болсақ, тон ябғу тұсында орталық Азия мемлекеттеріне қағанаттың қатаң бақылауы орнығады. Оның қол астындағы барлық иеліктерге қағанның өкілдері тудундар жіберіледі. Тон ябғудың билігі туралы Қытай шежірешісі бұлай деп айтып кеткен екен: батыс варварлары ешқашан дәл осындай қуатты болған жоқ дейді. Келесі, ешбар елтеріс қаған билікті күшейтіп, 10 тайпа, 10 оқ будун жүйесін енгізеді. Қағанның 10 оқ, 10 төменнен, әр төменде айтып кеттік біз, 10 мың әскер бар, тұратын әскери жасағы болады. Будун сөзі бізде білеміз, будун сөзі халық дегенді білдіреді. Келесі енді қағанаттың құлдырауы. Тон ябғу өлімінен кейін мемлекетте ұзаққа созылған дағдарыс басталады. Долу және Нушеби тайпаларының одағы арасында билік үшін күрес басталады. Яғни кім келесі қаған қай тайпадан шығу керек деген. Орталық биліктің әлсірегенін пайдаланған батыс түркілерден еділ бұлғарлары, хазарлар және қимақ тайпалары бөлініп кетеді. Соңғы батыс түрк қағаны елдің бірлігін сақтауға тырысады. Сөйтетте қаған жаңағы әрбір тайпа көсемдеріне тікелей өзіне тәуелді басқарушылар тағайындайды. Бұдан басқа бақылауды жүзеге асыру үшін әр оққа немесе әр тайпаға қаған әулетінің өкілі жаңағы шатты айттық қой, шат, ябғу, елтеберді шаттарды жібереді. Ол барып жаңағы әр тайпада осы орталық биліктің қағанның билігін жүріп тұруын қамтамасыз етуге міндетті болады. Бірақ бұл батыс түрік қағанатының бәрібір ұстап тұра алмайды билікті. Қаған билігі әлсірей береді. Өзара тайпалық қырқыс және қаған билігінің әлсіреуі Тан империясы әскерінің Жетісуға баса көктеп кіруіне алып келеді. Батыс түркілер Қытайға тәуелді болады. Яғни Тан империясы ол бізде Қытай. Қытай империясы Жетісуды басып алады, былайша айтқанда. Бұдан былай түрік тайпалары жаңағы батыс түрік қағанатының орнына бірнеше мемлекет құрды. Яғни батыс түрік қағанаты ыдырап кеткеннен кейін оның орнына бірнеше мемлекеттер құрылады. Ол бізде Хазар қағанаты, ол деген төменгі еділ және солтүстік Кавказдың шығысында, қазіргі Қазақстан аумағында 3 мемлекет пайда болады. Қазақстанның батысында Оғыз мемлекеті, солтүстік шығыс және орталық Қазақстан аймағында Қимақ қағанаты және Жетісуда бізде Түргеш мемлекеті пайда болады. Енді батыс түрік қағанатының экономикасына тоқталып кететін болсақ, көшпелілік дәстүр басым болған шығыс түрік қағанатына қарағанда бұнда өзгеше болды. Яғни шығыс түрік қағанатында көшпелі өмір мықты болды. Батыс түрік қағанатында көшпелі және отырықшы егіншіліктің бір тұтас жүйесі дамиды. Яғни көшпелілікпен де айналысады, отырықшы егіншілікпен де айналысады.
Қағанат халқы қолөнер, сауда, егіншілік және мал шаруашылығымен де айналысады. 6-8 ғасырларда Шу алқабында түркі, соғды, сириялықтар, парсылар қоныстанған 20-ға жуық ірі қалалар мен қоныстар болған кезінде бұл жерде. Және 7 ғасырдағы Қытай саяхатшысы жетісу өңірінде жер өңдеушілер мен қолөнершілердің көп екенін жазады. Бұл жетісуда сауда мен қолөнердің дамығанын көрсетеді негізі. Әрі қарай шығыс түрік қағанатына тоқталып кетейік. Шығыс түрік қағанаты, бұл түрік қағанаты бөлінгеннен кейін батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанатының негізі дамуы әртүрлі болды. 682 жылға дейін шығыс түрік қағанаты Қытайдың қол астында болды, және 682 жылы Қытаймен соғыс барысында осы шығыс түркілер өздерінің мемлекетін қайтадан құрады. Қалпына келген мемлекет осы күнгі Моңғолия аумағында құрылды қайтадан 682 жылы. Шығыс түрік қағанатын Қапаған қаған тұсында орталық Азияны бағындырады. Қапаған қаған тұсында. Ал 716 жылы Білге қаған шығыс түрік қағанатының билеушісі болады. Білге қаған мен оның інісі Күлтегін түрік қағанатын қайтадан өркендетеді. Білге Қытаймен соғыстағы жеңіс арқылы ұтымды бейбіт келісімге қол жеткізеді. Қытай императоры түрік ордасына үлкен көлемде жібек жібереді жаңағы. Сөйтіп, бұл Қытайдың жаңағы осы солтүстік шекарада бейбіт өмір сүру үшін төлемі болады. Былайша айтқанда, шығыс түрік қағанатына Қытай салық төлейді. 731 жылы Күлтегін одан кейін көп уақыт өтпестен Білге дүние салады. Архон өзені маңында Білге мен Күлтегінге арналып құлпытастар орнатылған негізі. Бұл құлпытастар түрік қағанат тарихының осы жылнамасы болып саналады. Білге қағанның мұрагерлері кезінде қағанатта нағыз құлдырау басталады. 744 жылы біріккен ұйғыр және қарлық күштері шығыс түрік қағанатын талқандайды. Сөйтіп, жаңағы бізде Ашина әулеті өзінің өмір сүруін тоқтатады.